Сәлем оқырман, сезімді арнасына қош келдің. Балдызым мен көңілдес болдым. Менің есімім Сайлау, жасым 60-та. Жеке газель машинамен, индрайвермен жұмыс жасаймын. Жазың бір күні балдызым Айша садикте жасайды. 40-тағы келіншек, жезде үйге тамақ апарып тастайықшы деп телефон соқты. Мен иә деп обедке жақын барып, тамақтарын алып, үйіне апарып, көмектесіп, этажына апарып бердім. Обедтің кезі, жезде шай ішіп кетсейші деп өтінген соң, жарайды деп, күйеуі бажам да үйінде екен. Бірақ олмас, күнде арақ ішеді. Балдызым арықта семізде емес, әдемі келіншек қызығып жүретін едім. Содан обед ішіп, мен жұмысқа кетейін деп жатқанда, балдызым келіп, жезде, рахмет тағы, керек кезде шақырам деп күлімдеп шығып кеттім. Содан балдызым ойымнан кетпей қойды. Орташа емшек, толық сан есімді тандырды. Қашан шақырады деп күнде ойымнан кетпеді. Арада 15 күн өткенде телефон соғып, тағы заттарын апарып беруімді өтінді. Мен келістім. Түс мезгіл, обед ішіп кет деп ас үйге кіріп кетті. Бажам баяғы әдеті мас ұйықтап жатыр. Мен ас үйге кіріп, не пісіріп жатырсың деп артынан барып, белінен құшақтап, қотағым тұрып, балдыз халатпен жүр. Артына тақап едім, ол да мұндайды күтпеді. Ме тартыншақтап қалды ма, ойымнан иіскеп, кетіп шай ішетін бөлмеге кеттім. Содан мен шыдай алмай, ертесіне телефон соғып, пиво, шашликке барайық деп ұсыныс айтып едім. Ол мен кафеге бармаймын деді. Онда квартира алайын деп едім, жарайды деді. Балдыз сменнен істейді. Түс қайта шығам деді. Мен сағат 3-ке квартира алып, пиво, шашлик, өзіме чекушка, коньяк алып, екеуміз квартираға бардық. Содан отырып, пиво ішіп, аздап коньяк іштім. Жайлап, балдызымды құшақтап, аймалап, ерінен сүйіп, аймаласып кеттік. Қотақ қақшиып тұр. Тұрғанда да 17 сантиметр. Ол мұндай қотақты көрмеген, қолмен ұстап, қашайлап жатыр. Содан не керек, жайлап, түкіріктеп жартысын зорға тықтым. Балдызым шыдай алмай ыңырсып жатыр. 5 минутта ағызып жібердім. Балдызым да бір рет ағызым деді. Сағатты қарасам, 1 сағат қалыпты. Квартираны тапсыруға. Балдызым жезде, жақсы сігіседі екенсің, қотағың да жақсы екен деп, тағы қотағымды аузымен сүйіп тұрғызуға, енегімді жалап бұрын бұндайды жасамағанмын дейді. Сенің қотағың ұнады деп сорып, тұрғызып алып, үстіме отырып, атшабыс жасады. 3 рет шыңғырып, өзі ағызды. Мен де қалыспай, тоңқайтып, содан кейін алдынан даканса тығып, қотақ маткісіне кіріп кетті. 15 минут түбіне ағыздым. Ол да сезіп жатыр екен, ыстық сперманың құйылып жатқанын. Содан 1 жыл болды екеуміз ашына болып, сігісіп жүргенімізге.